Қалдарыңыз қалай? Қазір өнім заказ беруді көрсетемін. Ол үшін бірінші кабинетіңізге кіріп аласыз, логин пароліңізді жазып, сосын менюді басып, менюден продукты деген жеріне кіресіздер. Сосын осы жерден өзіңізге керекті өнімдерді таңдай бастайсыз. Order now деген заказать сейчас деген сөз. Сол кезде мынандай корзинка ашылады. Add деген корзинкаға сал деген сөз. Міне біреу кетті. Жауып тастаймыз енді оны. Келесі екіншіні қараймыз. Не керек? Магнезий. В корзинку кетті. Міне осылай корзинка ашылады. Каждый заказ берген сайын корзинка ашылады. Келесі заказдарда өстіп өзімізге керекті. Мысалы, супергриннан біреу в корзинку. Продолжить покупку деген сөзін оң жағындағы тұрған жасыл сөз. Супер ред. Order now деген заказать сейчас в корзинку. Мына оң жағындағы continue деген продолжить покупку деген сөз. Мына кофеден біреу заказ бердік. Өстіп келесі. CBD масло. Заказ бердік. Міне қараңыздар. Енді заказ беріп болғаннан кейін сол жағындағы чекаут дегенді басамыз. Ол проверить деген сөз. Сол кезде мына жерге шығады қанша барлығы жиыны неше болады? 137-де $95 деп тұр. Ішіндегі, мысалы, мына жерде доставкасы көрініп тұр, 48-де $55 деп. Потому что мына жерде үлкен ауыр заттар бар. Соны заттың өнімнің ауырлығына байланысты өнімдер қымбаттай түседі доставкасы. Төмен қарап барлық данныйларыңызды тексересіз, ең төмен жағындағы келісемін деп галочка қоясыз. Ал криптовалютамен төлеймін десеңіз, мына жерде ашып криптовалютаны көрсетесіз, дәл осы сияқты. Енді кабинетіңіздегі қайтадан кіріп, история заказов дегенді менюден тауып аласыз. Бір-екі күннің ішінде осы жерге трек номер шығады. Мына история заказовке кірген кезде трек номер мынандай болып көрініп тұрады. Сол трек номерді басу арқылы сіздің неңіз қай жерде келе жатыр продукцияңыз. Соны бақылап отырасыз. Мына жердегі мен уже келіп алып алған продукциям, сондықтан да бұл продукция менде қазір алынған деп жасыл шығады. Алынбаған жағдайда басқаша қай жерде тұрғаны көрініп тұрады.